Қан ізі жоқ. Жаңа детектив әңгіме. Жабық есіктегі жұмбақ. Қаңтардың соңғы сәрсенбісі. Астана суық ауа райы таңертеңгі қала көшелерін мұнартқан. Сағат таңғы 07:20-да полицияға Бейбітшілік даңғылындағы кеңсе ғимаратынан қоңырау түседі. Бірінші қабаттағы кеңседе адам ес-түссіз жатыр. Оқиға орнына жеткен жедел жәрдемде полицияда іскерлер арасында беделді бизнесмен Арман Тоқтарұлының өлі денесін табады. Есік ішкі жағынан жабық. Терезелер бүтін. Күзет камерамдары түнгі 01:12-де сөнген. Таңғы 06:45-те бірінші қызметкер келгенше ешкім кірмеген. Дене үстінде ешқандай жарақат жоқ. Қан жоқ. Жара да жоқ. Бет әлпеті бейбіт ұйқыда жатқандай. Бірақ пульс жоқ, тыныс жоқ. Қабырғадағы сейф жабық, үстел үстінде ноутбук пен құжаттар. Тергеуші Әділет Нұртаевқа бұл бірден жұмбақ болып көрінді. Мидың қан айналымы бұзылды ма? Әлде жүрек тоқтады ма? Сараптама келет дегенше ол кеңсені мұқият шолды. Ең бір оғаш жайт, үстел үстіндегі келісім шарт бетінде қалған саусақ ізі. Бірақ ол марқұмдікі емес. Әділет дереу криминалистерге оны бөлек қаптап сараптамаға жіберуді тапсырды. Күзет қызметі Арманның кешке кеңседе жалғыз қалғанын растайды. Түнгі сағат 22:00-ге дейін жұмыста болған, соңғы мәрте көрген көмекшісі Динара. Бейнебақылау бейнесі соңғы рет 01:10-да істеп тұрған. Содан кейін бәрі өшеді. Электр жүйесі қалыпты. Ақау тіркелмеген. Ешқандай кірген адам жоқ. Шыққан адам да жоқ. Бірақ кеңседе бөгде біреудің саусақ ізі қалды. Кім кірді? Қалай кірді? Неліктен ешқандай зорлық белгілері жоқ. Бірақ Әділеттің ойында бір сұрақ мазалай берді. Өлім табиғи болса, іс неге бөгде адамдікі? Бейнебақылау. Тергеуші Әділет Нұртаев кеңсе ғимаратының бейнебақылау бөлмесіне кіргенде күзетші Арман Сейілханұлы 2 флешканы үстел үстіне қойып күтіп отырған. Бұл екеуі де түнгі жазбалар. Бірі бірінші қабаттың дәлізінен, екіншісі сыртқы кіреберістен, деді ол сабырмен. Көрініс айқын. Кешкі 22:07-де марқұм Арман Тоқтарұлы кеңсеге жалғыз өзі кірген. Қолында ноутбук сөмкесі бар. Кеңсеге кіріп кеткеннен кейін ешкім ішке кірмеген, ешкім шықпаған. Бірақ түнгі 01:12-де камералар тосыннан сөніп қалады. Қалайша? Бүкіл жүйе өшіп қалды ма? Деді Әділет таңданып. Иә, бірақ таңертең өздігінен қайта қосылды. Батареялары орнында, тоқ көзі де үзілмеген. Тергеушіге бұл жай ақау емес екенін сездірді. Біреу әдейі камераны сөндірген. Бірақ сыртқы панель бұзылмаған. Демек жүйе ішінен басқарылған. Арман мырза өз жүйесінің әкімшісі ме еді? Деп сұрады ол. Жоқ, кеңсе желісін ай сайын келіп қарап тұратын Ілияс деген ит маман бар. Бірақ ол кеше келмеген. Әділет кеңсе ішіне қайта кірді. Қағаздар, сейф, ноутбук, бәрі орында. Тек бір ұсақ деталь назарын аудартты. Роутердің астында майда саусақ ізі қалған. Көлемі кішірек әйел адамына тән немесе жасөспірімге. Бірақ бастысы Арманның қолы емес. Келесі қадам саусақ ізімен бейнебақылау уақытының сәйкестігін анықтау. Ол үшін деректерді криминалистикалық зертханаға жіберіп, ал Ілияс ит маманды шақырту қажет болды. Осы сәтте тергеушіге кеңсеге Арманның көмекшісі Динара қоңырау шалды. Мен бір нәрсе айтуым керек, бірақ телефон мен емес. Даусы дірілдеп тұрды. Кешке қарай кездесейікші. Бұл жай жұмыс емес. Көмекші не біледі? Неліктен бейне жазбадан кейін емес, қазір сөйлеспек болды. Ал Әділет үшін осы бір жұмбақ кеңсенің кілті сол бір камера сөнген 01:12 уақытымен жоғалған флешкалар арасында жатқандай сезілді. Сараптама. Түстен кейін зертханадан алғашқы саусақ ізіне қатысты қорытынды келді. Іс анық. Бірақ базада тіркелмеген. Демек ол адам қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған немесе тіркеуде жоқ. Әділет сарапшыға қарап. Жынысы, жасы туралы болжам бар ма? Саусақ ізі нәзік. Болжам бойынша жас әйел, не қыз бала.
Жасы шамамен 20 мен 30 арасында. Бір мезет тергеушінің ойына көмекші Динара түсті. Ол кеңсеге жиі кіретін, Арманмен тығыз жұмыс істейтін. Дәл сол кезде ол кездесуге келді. «Отырыңыз», деді Әділет. Динара үндемей отырып сөмкесінен кішкентай ақ флешка алып шықты. «Мұны кешкі 8-де Арман маған берді. Үйге апарып, ертең жеке өзіме әкел», деді. Бірақ таңертеңгі жаңалықтан соң қорықтым, жасырып қойдым. Бұны әкелуім керек екенін түсіндім. Әділет флешканы қарап шықты. Онда бірақ құжат бар, қауіпсіздік тізімі, КСЛСКС деген атаумен. Ішінде қызметкерлердің аты жөні, лауазымы, электрондық поштасы, соңғы 3 айдағы кіріп шыққан уақыты және ішкі бейнебақылау жүйесіне кім, қашан қосылғаны көрсетілген. Кенет бір жолда кешкі 01:08-де бейнежазба жүйесіне қосылған қолданушы көрінді. Иесі 4, Лаура. «Бұл кім?» деді Әділет. Лаура Серік қызы, бұрынғы қызметкеріміз. 3 ай бұрын өз еркімен кетті. Бірақ мүмкін жүйеге кіру рұқсаты өшірілмеген шығар. Тергеушінің жанын тіксінкен тұс осы болды. Кеткен қызметкер жүйеге қайта кірген. Камера дәл одан кейін сөніп қалған. Сол сәтте Әділет криминалисті шақырып, кеңседегі барлық саусақ іздерін қайта жинауға бұйрық берді. Флешкадағы мәлімет Лаураның жүйеге заңсыз кіргенін дәлелдей ме, әлде біреу оның атымен кірді ме? Бірақ бәрінен қызығы Динараның өзі. Ол неге бұл флешканы бірден бермеді? Қорыққаннан ба? Әлде бір нәрсені жасырып отыр ма? Жауаптар көп емес. Бірақ сұрақтар артып барады. Жалған алиби. Тергеуші Әділет Нұртаев Лаура Серік қызын табуға тапсырма берген сәттен-ақ ол туралы барлық ақпарат жинақтала бастады. Іздеу нәтижесінде Лаура Алматыдағы жеке компанияда жұмыс істейтіні анықталды. Ол жерден шығару қағазына да, жаңа келісімшартқа да қол қойған. Барлығы заңды. Бірақ бейнебақылау жүйесіне 01:08-де кіруі күмәнді. «Бізге Лаураны бетпе-бет сөйлесуге шақырыңыз», деді Әділет. Келесі күні таңертең Лаура тергеу бөліміне келді. Орта бойлы, салмақты, техникалық сөздерді нақты айтып отыратын өз ісінің маманы екені көрініп тұр. «Сол түні жүйеге кірдіңіз бе?» деп сұрады Әділет тіке. «Жоқ, маған ондай рұқсат әлдеқашан өшірілген», деді Лаура. «Соңғы кіруім 3 ай бұрын жұмыстан шыққан кезде ғана болды. Ал сіздің қолданушы атыңыз арқылы біреу бейнежазба жүйесіне кіріп, оны сөндірген». Біраз ойланып, Лаура: «Мен жұмыс кезінде барлық админ құпия сөздерін жеке тізімде сақтайтынмын. Олар серверде емес, жеке ноутбугымда еді. Бірақ мен кеткен соң сол ноутбук кеңседе қалған. Біреу тізімді тауып алған болуы мүмкін. Ол ноутбукты тексеру керек». Дәл сол кезде сараптама қоңырау шалды. Кеңседегі саусақ іздері салыстырылып, флешка мен роутердегі ізбен толық сәйкестік анықталды. Бірақ ол Лаураныкі емес. Жаңа біреудің ізі. «Із кімге тиесілі екенін таптыңыз ба?» деді Әділет. «Иә, есімі Мөлдір Саятқызы, қазіргі жұмыс орны Тұлпар ақпарат компаниясы». «Бұл кім?» деді тергеуші таңданып. Динара сол жерде үнсіз отырып қалды. «Бұл менің сіңлім», деді ақыры. «Кейде кешкісін қасыма келіп отыратын. Бірақ ол ештеңе істей алмайды. Ішкі жүйеге мүлде араласпаған». Әділет бір сәтке тоқтап қалды. Сіңлісі, флешка, Лаураның аты, бейне жүйе, камераның өшуі, бәрі кездейсоқ па? Ол Динара мен сіңлісінің бетпе-бет сөйлесуін ұйымдастыру керек екенін түсінді. Жауап бұлыңғыр. Бірақ қылмыстың ортасы кеңседе емес, адамдар арасындағы байланыста жатыр. Нақты қылмыскер. Әділет 2 апта бойы ешбір артық сөз айтпай, үндемей істі тергеді. Бірақ дәл осы сәтте барлық бөлшектер логикалық түрде бірге бастады. Күдіктілер кім? Лаура бұрынғы маман. Жүйе тікелей қатысы бар. Мөлдір Динараның сіңлісі. Іс соныкі. Динара марқұм Арманның тікелей көмекшісі. Флешканы жасырып қалған. Жауап біреу-ақ болуы мүмкін.
Камераларды өшірген. Жазба жүйесіне Лаураның атымен кірген Мөлдір, бірақ неге? Әділет Мөлдірді тергеуге шақырды. Бастапқыда ол бәрін мойындамай отырды. Алайда дәлелдермен бетпе-бет келгенде ақыры үнсіз жылады. Мен оны өлтірмедім, мен тек әпкемді құтқарғым келді. Құтқару? Неден? Сол сәтте шындық ашылды. Динара мен Арман арасында жеке қарым-қатынас болған. Арман оны пайдаланған. Кейін тендер кезінде Динара өз еркімен бір құжатқа қол қою арқылы жалған ақпаратты өткізуге көмектескен. Бірақ ол әрекеті жазасыз қалмайтынын сезіп жүрген. Арман құжаттарды жойып тастаған, бірақ флешкада көшірме болған. Сол түн бәрі аяқталатын түн еді. Динара Арманның кеңсесіне келіп, оның тендер жазбаларын жоймақ болды. Бірақ кеңсе іштен жабық. Қасында Мөлдір болған. Мөлдір кіруге тырысып, ішке кіргенде Арман тірі болатын. Олар сөзге келіп қалады. Қатты айқай шығады. Сол сәтте Арман қол жұмсаған. Қорғануға тырысқан Мөлдір оны артқа итеріп қалады. Арман басын үстелдің бұрышына соғып, есінен танып тыныс алмай қалады. Қорыққан екі қыз бір-біріне қарап: "Біз ештеңе істеген жоқпыз." Ол өзі құлады. Содан кейін олар флешканы алып, бейне жазбаны өшіріп, есікті іштен жауып, терезеден шығып кеткен. Кемел қылмыс сияқты көрінген. Бірақ әр бөлшек шындыққа апаратын көпір. Сот сараптамасы өлім себебін тұншығу және бас жарақаты деп бекітті. Ал Мөлдірдің саусақ ізі, флешка, жүйе кіру уақыты бәрі бір-біріне сәйкес келді. Динара 3 жыл шартты жаза алды. Мөлдір 6 жыл. Лаура толықтай аяқталды. Финал. Ештеңе идеалды болмайды. Кемел жоспар жоқ. Адамдар қателеседі. Бірақ ақиқат ұсақ бөлшектердің ішінен табылады. Тергеуші Әділет Нұртаев үшін бұл іс тек қылмыс емес. Бұл сенім мен сатқындық туралы сабақ болды.